мұсылман адам қателік жасаса, күнә жасаса, астағфирулла дейді. Өкінеді, сосын шамалы келгенше оны қайталамауға тырысады. Міне осы жерде бізге кешіріледі ғой деп үміт етсе болады. Кешірім сұрайсың, сосын ол нәрсені қайталамайсың. Нәрсе Алла тағала айтып отыр. Бізге кешіріледі деп айтады да, сосын қараймыз. Бұл сөзден кейін өзі ұялды ма, ұялған жоқ па? Сонда Алла тағала айтады: "Ва иятихи марадун мислиху", тағы біреулер сондай дүниелікті алып келсе, яхузу, оны да алады дейді. Мен осылай парақорлық деген нәрсені есігін әдемілеп тұрып ашқан осылар. Алу, алу, алу. Сөйтіп адамдардың мәселелерін өтірік шешіп отыр. Өзіңіз ойлаңыз да. Ақшаны алады, шешеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздің үмбетке мынандай бір жаңағы ескертуін айтқан. Абдулла ибн Амр ибн ал-Ас радиаллаху анху айтады: "Лағана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ар-рашия вал мурташия". Аллахтың елшісі пара берушіні де, пара алушыны да лағнеттеген дейді. Өзі пайғамбардың лағнеті деген ол қиын нәрсе. Кім пара алса, кім пара берсе, қарғап жіберді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Фил хукми. Көбінесе пара төрелікте жүреді, соттық істерде. Фил хукми. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айтады, бұл адамдардың хақсын қорғаған түрде, ол кісі сондай қағиданы айтқан. Ар-ришуату фил хукми куфрун. Адам мен адам арасындағы бір сот мәселесі шешілген кезде, сол кезде парамен шешіп жүру, ол күпірлік дейді ол. Ол жерде иман бар деп айтуға келмейді дейді. Сол себептен бізде кезіндегі билеріміз сол адал ұстанғандықтан осы қағиданы тура биде туған жоқ деді. Тура биде туған жоқ. Туғанды биде иман жоқ деді. Бізде билерде бұл қағида болғанда, ешқандай пара ақиқатты өзгерте алмау керек. Міне Алланың құлдары. Беру жаңағыдай парамен шешу мәселесін пайғамбарымыз қарғап жіберген да. Өте үлкен мәселе бұл. Вахия байнан наси сухтун дейді. Ал енді адамдардың өз арасында бір-біріне пара беру деген нәрселер, ақшасын алу деген, ол харам дейді таза. Міне. Соқтан Алла тағала осы парақорлық деген мәселені Құранда аккалуна лис-сухти деп жақтырмай сондай дәрежеде айтады. Мысалы, пара жаңағы жеп жүргендер демейді. Параны жей беретіндер деп айтып отырды. Аккалуна, қараңыз, жебірлер. Жемқорлар деген сөзден шыққан күлліс. Харам жегендер дейді. Міне, қараңыз. Вассаммағуна лил-казиби. Өтіріктерді ести беретіндер. Неше түрлі бүліктерді шығару үшін. Соны естіп, не деп жатыр деп, мына жаққа жеткізіп, өтірік десе, өтіріктің бәрін солар естейді дейді құлақпен. Құлағы солай естейді, а қолдары, ауыздары жаңағы харамды жей береді дейді. Харам дегенде жаңағы харам ас, харам деген нәрсе емес, харам табыстар. Жаңағы параны айтып жатыр да бұл жерде.